Түркістан облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күшейтіледі. Енді қала әкімдері мен басқарма басшыларына қойылатын талап жоғары. Жауапкершілік жүгі ауыр болмақ. Бұл туралы бүгін Түркістан облысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау жөнінде өткен мәжілісте облыс әкімі Жансейіт Түймебаев мәлімдеді. Парақорлыққа жол беріп, заңсыздыққа бой алдырған лауазымды тұлғалар жауапкершілікке тартылады. Осылай деген өңір басшысы әуелі Түркістан облысы әкімі аппараты мемлекеттік құқық бөлімінің басшысы Нұрлан Ишенқұловтың баяндамасын тыңдады. Спикер өз кезегінде өңірде сыбайлас жемқорлыққа байланысты бірқатар деректі баяндады. Биыл 8 ай көлемінде облыста 170 сыбайлас жемқорлық дерегі тіркелген. Жергілікті атқарушы органның 25 мемлекеттік қызметкері сыбайлас жемқорлыққа қатысты айыпталған. 2016 жылы жалпы 44 факт тіркелген, 17 жылы 40 факты, 2018 жылы 8 айында 25 факт тіркеліп отыр. Қазіргі күнде. Жыл сайын статистикалық мәліметтер төмендегенімен бұл 25 факты аз факт емес екені ол белгілі. 18 мемлекеттік қызметкер пара алу дерегімен жауапкершілікке тартылды. 4-еуі алаяқтыққа жол берген. Дегенмен соңғы 3 жылда жергілікті атқарушы орган қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық фактілері төмендеп келеді. Мәселен, 2016 жылы 44, ал 2017 жылы 40 оқиға тіркелген. Жемқорлық факторларының басым бөлігі Сарағаш, Сайрам және бұрынғы Мақтаарал ауданына тиесілі. Аудан әкімі аппараты қызметкерлеріне қатысты 7 оқиға тіркелсе, әкімдердің үстінен сыбайлас жемқорлыққа байланысты 6 дерек анықталған. Атқарылған жұмыстарға қарамастан әсіресе білім саласында жемқорлық деректері жиі кездесіп жатыр. Облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Ардақ Садықованың айтуынша, өңірде коррупцияның алдын алу үшін басқарма тарапынан бірқатар қызметкерді цифрландыру шаралары қолға алынған. Сыбайластықтың алдын алу мақсатында облыстағы бүкіл 100% мектептеріне жұмыс істейтін кезек жүйесі енгізілді. Аталған жүйеге мектепке педагогтарды жұмысқа қабылдауды және мектеп директорының конкурстық тағайындау барысын автоматтандыруды, сонымен қатар мектептегі техникалық қызметкерлердің бос орындары жайлы хабарламалар орналастырылады. Қазіргі таңда жүйеде 652 бос жұмыс орны туралы мәлімет тұр. Енді ұстаздарға мектеп басшыларымен байланыспай-ақ жұмысқа орналасуына жағдай жасалды. Ал техникалық қызметкерлерді жұмысқа қабылдауды мектеп директорының құзыретінен алып тастап, аутсорсингке өткізу ұсынысы қаралып жатыр. Бүкіл мектептің директорлары қазір біліммен айналыспайды. Тек ұйымдастыру жұмысымен, ремонтпен айналысады. Оғылықпен қамтамасыз етілседі, тазалықпен айналысады, басқамен айналысады. Сапамен ешкім айналыспайды. Вы бросьте, вы сіздер біліммен айналысыңыздар. Жиында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің басшысы Ғалым Тұрсынбаев та сөз алды. Ол Түркістан облысы білім басқармасы бойынша кейбір бақ беттерінде жаңсақ ақпарат таратқанын атап өтті. Кешегі жиналыста білім саласына қатысты көптеген мәселелер қарастырылып, дүйсенбі күні жиналыс негізінде біздің ұсынысымызбен облыс әкімі аппаратын ұйымдастыруымен өткізілді. Сол жердегі мәселе 350 қылмыстық жауапкершілікке тіркелген азаматпен 513 адам ол республика деңгейінде деген мәселе айтылды. Бірақ өкінішке орай отырар интернет изданияның корреспонденті біздің облысымызда көрсетіп жіберген, оған тиісті ақпарат жіберіп өзгерттік. Жер қатынастары мемлекеттік сатып алу саласындағы заң бұзушылықтарда талқыланды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі комиссияның жұмысын күшейту керектігі де тілге тиек етілді. Облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы басқарма басшысының есебін тыңдап, елге шынайы отаншылдық сезіммен адал қызмет ету керектігін айтты. Әр салада алдын ала шаралар қараңыздар. Халық арасында жұмыс істеңіздер. Ішкі талдау жұмысы көбейсін. Құқықтық оқулар ұйымдастырылсын. Қызметкерлермен ресми сұхбаттар өткізілсін. Әр аудан өз шеңберінде жауапты қызметкерлердің осындай жібергендер үшін жауапкершіліктерін қарастырды. Мемлекеттік мекемелер ашық әрі елге жақын болып сапалы қызмет көрсетсін. Сыбайлас жемқорлық фактілері тіркелген әрі осы індетке қарсы тиісті дәрежеде қадағалау жүргізбеген лауазымды қызметкерлердің мәселесі енді майшаммен қаралады. Аудан қала әкімдермен басқарма басшыларына жемқорлыққа қарсы күресті күшейту жөнінде нақты тапсырмалар жүктеді. Рабиға Бақытжанқызы, Рауан Тастанбеков, Тұран Ньюс.